Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Себебі алдағы уақыттарда да осындай қазақ тілінде тоқыма тоқудан видеолар салатын боламын. Ал бүгінгі видеода сіздердің сұрауларыңыз бойынша көптен күткен осындай балеткаларды тоқитын боламыз. Қараңыздар, попкорн узормен тоқылған өте әдемі, узордың тоқылуы да жеңіл. Новичок қыздардың өзі осы узормен өте әдемі балетка тоқи алады. Балеткамызды тоқу үшін небәрі бізге 3-4 сағат уақыт керек болады. 3-4 сағаттың ішінде осындай әдемі балеткаларыңыз дайын болады. Табанын подошвасын тоқудан жеке видео бар. Видеоға сілтемені инфо бөліміне қалдырамын. Міне осылай подошвасын тоқып шығудан подошвасын тоқып, кейіннен былай жоғар жағын тоқимыз. Ал қыздар менімен бірге ілесіп отырып осындай әдемі балетканы бірге тоқыңыздар. Міндетті түрде пікір қалдырып, ұнап жатса лайк басып, маған қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені жаңа видеолар түсіруге шабыттандырады, қыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Приятного просмотра вам. Балеткамызды тоқуды бастаймыз. Бізге тоқу үшін 2,5 деген номерлі крючок керек болады. Және де жан-жағы айналдырып тоқылған подошвамыз. Менде жіп, ярнар джинс. Алдыңғы видеода табанын айналдырып тоқығанда да көрсеткен болатынмын осы жіпті. Осы жіппен тоқимын енді. Мен әрдайым тоқып бастаған кезде ішкі бұрыштан тоқып бастаймын. Сыртына немесе өкшесіне емес, осы ішкі бұрыштан тоқып бастаймын. Мына жерде бізде мынандай петлялар бар. Тұрғандарыңыздай петлялар тұр. Осының тек біреуін ғана іш жағында тұрған петлясын, яғни задний полу петлясынан аламыз. Екеуінен бірге алмайсыздар. Екі петляның артынан былайынан бірге алмайсыздар. Тек қана міне екінші тұрған, яғни іш жақта тұрғанынан алып тоқимыз. Екі петля тұр, соның ішкісінен алып тоқимыз. Шығарып аламыз. Қазір бірінші толық айналдырып, осылайынан толық айналдырып, столбик без накида тоқып шығамыз. Мен мына жіпті бірге ұстап тұрам, осылай бірден арасында тоқылып кету үшін, кейін артынан жасырып жүрмес үшін. Осылай әр петлямызға бір столбик без накида тоқып шығамыз, әр петлямызға. Осылай тоқылып жатыр. Сіздерге барынша жақын көрсетуге және түсіндіріп айтуға тырысып жатырмын. Енді видеом түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Менімен бірге осындай әдемі балетка тоқып, үйге киіп алсаңыздар да, жақындарыңызға сыйласаңыздар да тоқып өте әдемі сыйлық болады. Үйде отырған аналар болса, тоқып сатуынан болады, табыс табуына. Себебі қолөнер жақсы бағаланады. Осы менің видеоларымның сіздерге пайдасы тиіп жатса, мен өте қуанышты боламын, қыздар. Менің инстаграм парақшам шебер Гүлназ, тіркеліп қойыңыздар. Шебер Гүлназ парақшасына. Ол жақта күнделікті жасаған жұмыстарыммен бөлісіп отырамын мен. Мына жоғары жақта тұрған петляларымыз тұр, міне өрімдер. Осының тек қана арт жағындағысынан, яғни алдынан емес, арт жағындағысынан ғана алып өсіп тоқып жатырмыз. Толық айналдырып тоқып шығамыз. Осы бірінші қатарымызды. Одан кейін екінші қатардан бастап узорға көшетін боламыз. Узорымыз өте әдемі шығады, әдемі көрінеді. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, маған қолдау көрсетіп қойыңыздар, қыздар.
Сіздердің қолдауларыңыз мені жаңа видеолар салуға, жаңа видеолар түсіруге шабыттандырады. Міне осылай, қазір енді видео тым ұзақ болып кетпесін, осылай айналдырып, қазір тағы бір көрсете кетейін. Мына петляларымыз тұр. Осының үш жағында тұрғандарынан тоқып жатырмыз мыналардан. Осылардың барлығына әрқайсысына жеке-жеке бір столбик без накида тоқып жатырмыз. Сырт жағында тұрғанға тиіспейміз. Тоқып келдім, бірінші қатарды аяқтадым. Не соңғы петлямды тоқыдым. Енді екінші қатарға көтерілу үшін біз бірінші қатармен соединительный столбик арқылы қосамыз. Жоғарғы петляның астына кіргізді, крючокпен жіпімізді алып шығамыз. И тура осы жіпті мына жерден болды, шығарамыз. Енді жоғары қарай 1, 2, 3 столбик без накида тоқыдық. Кешіріңіздер, 3 воздушный петля. Енді столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом қалай тоқылады бізде? Крючокқа жіпті бір алып аламыз, біріліп, тура осы, яғни бірінші неміз воздушный петлямыз тоқылған жердегі петляға осын тоқимыз. Екеуін тоқыдық, крючокта екеу қалды, и ол екеуін тоқимыз. Накид аламыз, қайтадан сол тоқыған жерімізге тоқимыз. Крючокта 3 жіп, екеуін тоқыдық, екеу қалды, қайтадан екеуін тоқимыз. Бұл бізде столбик с накидом деп аталады тоқудың түрі. Енді қараңыздар, балетканың өзі попкорн деген узормен тоқылады. Қазір біз попкорн деген узормен тоқып жатырмыз. Ең бірінші тұрған, крючогымызды шығарып аламыз да, ең бірінші тұрған петлямыздан, так, 1, 2, 3. Үшіншісі жоғары жақтағы воздушный петлямыздың. Содан мына жібімізді былай алып шығамыз. И 2 воздушный петля тоқимыз. 1, 2. Одан кейін келесі 2 столбик, 2 петлямыз таста кетеміз. 1, 2. Үшіншісіне тоқимыз. Мені үшінші тұрғанына тоқимыз. Накид аламыз. Біріншісіне, екіншісіне тастаймыз. Үшіншісіне 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Накид алдық. Қайтадан осы жерге екеуін тоқимыз. Крючокта екеу қалды, ол екеуін тоқимыз. Накид аламыз. Қайтадан осы жерге тоқимыз. Екеуін тоқыдық. Крючокта 2 жіп қалды, ол 2 жіп тоқыдық. Крючогымызды шығарып аламыз. Ең бірінші тоқылған петлямыздың астына кіргізіп, мына жіпті бүйтіп шығарамыз. Енді 2 воздушный петля тоқимыз. Накид жасаймыз. Бірінші, екінші тұрған петлямыз тастап, үшінші тұрған петлямызға 3 столбик с накидом тоқимыз. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын, қыздар, сіздерге. Барынша жай, ақырын көрсеттім. Жібімізді шығарып аламыз, крючогымызды шығарып аламыз. Ең бірінші тұрған петляның астына кіргіземіз. Ең бірінші тоқылған, бұл бізде столбик с накидом. Крючоктағы жібімізді шығардық. И 2 воздушный петля тоқимыз. 1, 2. Накид аламыз. Бірінші, екінші тұрған петляны тастаймыз. Үшінші петлямызға қайтадан столбик с накидом тоқимыз. 1. Осы жерге екіншісі және үшіншісі. Bir, екі. Накид, біреу, екеу, и үшіншісіне тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 және 3. Бірінші тұрған петлямыздың астынан жібімізді шығарамыз. 2 воздушный петля тоқимыз. 1, 2. Накид 1, 2, 3. Үшінші петлямызға 3 столбик с накидом тоқимыз. Накид алдық. Жұмыс жібімізді алып шықтық. Крючокта 3 жіп тұр. Екеуін тоқимыз. Крючокта екеу қалды. И осы екеуін тоқимыз. Осылай еш өзгеріссіз табанымызды, менде мына жерде тағы біреуін ұмытып кеттім ғой. 3 тоқимыз, қыздар, менде қазір екеу тоқылды.
и үшіншісін тоқимыз. Осылай бірінші қатарды, екінші және үшінші қатарды еш өзгеріссіз осы яғни убавка жасамай тоқитын боламыз. Қазір осылайдан бірінші қатарды толық айналдырып тоқып шығыңыздар. Сосын екінші қатарға қалай көтерілу керек, соны көрсетемін. Тоқып болдым. Енді келесі қатарға көтерілеміз. Осы попкорн узормен тоқып жатқан тоқитын екінші қатарға, бірінші қатарымызды тоқып болдық. Енді екінші қатарға көтерілеміз. Екі воздушный петля тоқыдым. Мына жердегі ең шетінде тұрған петлядан кіргізіп, соединительный столбикпен мына жерді петлямен былай қосамыз. Алдыңғысынан шығардық. Енді мына шеттен кіргіземіз да, жіпімізді алып, қайтадан былай шығарамыз. Болды. Енді тағы да үш воздушный петля. Үш воздушный петля тоққаннан кейін екі столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Үшінші петлядан кіргізіп, былай күчігімізді жіпімізді алып шығамыз. 1, 2. Екі воздушный петля тоқыдық. Енді мына келесі бос орынға 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Екі, үш. Жіпімізді шығардық. Ең бірінші тоқылған столбиктің петлясынан жіпімізді алып шығып, екі воздушный петля тоқыдық. Накид. 1, 2, және 3. Осылай ешқандай өзгеріссіз екінші және үшінші қатарды тоқимыз. Убавка ештеңке жасамай, шахматный порядокпен тағы да екі қатар тоқимыз. Төртінші қатарға келген кезде біз убавка жасап бастаймыз, яғни бас жағын кішкене күшейтеміз. 1, 2, 2. Осылай екінші және үшінші қатарды тоқимыз. Үш қатар тоқып болдық. Енді төртінші қатарға көтерілеміз. Төртінші қатардан бастап, қазір басына келген кезде біз убавка жасайтын боламыз. 1, 2, 3. Енді қыздар қараңыздар, мен бас жағы, демек мен әлі былайынан айналдырып алып кеп тоқу керекпін. Қай жерге келген кезде убавка жасап бастаймыз. Яғни қай жерге дейін тоқып келеміз. Тура төбесіндегі, төбесі бар ғой, осы жерден былай қараймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына тұрған жерге дейін айналдырып тоқып келем. Яғни астынан 6 мынандай тоқылған қатарды санап аламыз. Оңға қарай және солға қарай. Тура төбедегін санамайсыздар. Осыдан бастап келесіме. 1, 2,
3 4 5 6. Мына аралыққа міне бізде 6 мына жерде тұр. Осы аралықпен мына жақтан так төбесін ұстап тұрасыздар. 1 2 3 4 5 6. Қандай размерге тоқысаңыздар да осылайынан. Себебі осы жерде бізде аяқтың жалпақ жері. Жалпақ болған жерінен бастап бүйтіп төбесін жиырып бастаймыз. Ол 36 размер болсын, ол 38-ші, 39-ші размер болсын. Енді 39-ші размерде қарайсыздар, мүмкін 7-шісінен бастайсыздар. Себебі 39-ші размер үлкен ғой. Бірақ та 36-ші, 37-ші, 38-ші размерлерде осылай 6 қатар санаймыз. Аяқтың 1 2 3 4 5 6. Жалпақ жеріне дейінгі аралық. Қазір осы жерге дейін тоқып келем. Одан кейін ары қарай қалай убавка жасайтынын көрсетем. Мен былайынан айналдырып тоқып 6-шы қатарға келдім. Қараңыздар. Төбесіндегісін санамаймыз. Ең тура төбеде тұрғаны, одан кейінгіден бастаймыз. 1 2 3 4 5 6. Және мен тура осы 6-ның төбесінде тұрған аралыққа дейін келдім. Енді бұл жерде біз қараңыздар, осы 6-шыға келген кезде, 6-ға келген кезде 1 2 3 4 5 6. Тура соның төбесінде тұрған қатарға тоқыдық. Енді 2 емес 1. 1 воздушный петля тоқимыз. Одан кейін 3 столбик без накида тоқимыз. 3 столбик с накидом. 3 столбик с накидом тоқыдық. Ең бірінші тұрған петляның астынан былай жібімізді алып шығып, 1 воздушный петля тоқыдық. Енді қайтадан 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 и үшіншісі. Так, 3. Бір воздушный петля тоқимыз. Накид аламыз. Келесі 3 столбик с накида тоқимыз. Осылай 2 емес 1 воздушный петля тоқу арқылы аралықта убавка жасаймыз. Қысқартамыз, яғни төбесін, тұмсық жағын. 1. Енді накид алып қайтадан 3 столбик с накидом тоқимыз. 2, күлжіктағы 2. Одан кейін келесі 1 2 3. Осылай енді былай қарай 6 қатар тоқимыз. Шатас қалмас үшін маркермен белгілей қойсаңыздар болады, қай жерге тоқитындарыңызды, немесе астындағы мына тоқылған қатарға қарап санай саласыздар. Қарап тұрсаңыздар, өте оңай тоқылады. Және тез тоқылады. Ең бастысы оңай және тез. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да 2 тоқу керек екен.
Bir, bir, iki, üç, төрт, бес, алты. Алтының жоғары жағындағы. Бұл дейін мына жерге дейін убавкасыз қайтадан 2 воздушный петля тоқып, ары қарай тоқи бересіздер. 1, 2, 3, 4-ші қатар тоқып болғаннан кейін 5-ші қатарға тоқып, тура мына убавка жасалған жерге дейін айналдырып тоқып келесіздер. 5-ші қатарда қалай убавка жасау керектігін көрсетем, сіздермен бірге тоқитын боламын. Міне алғашқы убавка басталған жерге дейін келдім. Алдында қарап тұрсаңыздар 2 мынандай попкорн бар бізде. Попкорн жеп айта берейін сіздерге түсінікті болу үшін, себебі узорымыздың аты попкорн. Алдында 2 попкорн тұр. Міне. Үшіншіден біз уже убавка жасап бастағанбыз. Қазір біз осы екеудің алдында міне төбесінде тоқылғаннан кейін 2 емес 1 воздушный петля аламыз. Одан кейін мына жерге полный 3 столбик без накида, 3 столбик с накидом тоқимыз. Үшеу тоқыдық. Енді келесі мына жерге және мына жерге 2-2-ден тоқимыз. Оны қалай тоқимыз? Накид аламыз. Бір жіпімізді алдық. Екеуін ғана тоқимыз. Тағы да крючогымызда уже 2 жіп тұр. Накид аламыз. Осы жерге кіргіземіз. Алғашқы екеуін тағы да тоқимыз. Крючогымызда 3 жіп болды. Тағы да накид аламыз. Одан кейінгі тұрған аралықтан жұмыс жібін алып шығамыз да, тағы да алғашқы тұрған екеуін тоқыдық. Крючогымызда 4 жіп болды. Тағы бір накид, жұмыс жібін аламыз. Бірінші тұрған 1, 2. Бірінші, екінші. 2 петляны тоқыдық, крючогымызда 5 жіп қалды. Енді осы 5-еуін бірге тоқимыз. 5-еуін бірге тоқыдық. 1 воздушный петля тоқимыз. Жұмда шалайын кішкене. Бірінші убавкамыз жасалды. 1 воздушный петлямен тоқыдық. Енді келесі екеуін біріктіреміз. Екеуін тоқимыз. Крючокта 2 жіп қалды. Тағы да накид аламыз. Жіпімізді алып шығамыз. Бірінші және екінші тұрған жіпті екеуін тоқимыз. Крючокта 3 жіп қалды. Накид, одан кейінгі тұрған петлямыз аралықтан алып шығамыз. 2 жібін тоқыдық. Крючокта 4 жіп болды. Накид, тағы да бір рет осылайынан тоқимыз. Крючокта 5 жіп и 5-еуін бірге тоқыдық. 1 воздушный петля, накид, одан кейінгі тұрған петлямызға тағы да 2 тоқимыз. Накид, 2 жіпті тоқыдық, 3 қалды. Келесі тұрған петлям аралыққа тағы да 2-ін тоқимыз. Крючокта 5 қалды, 5-еуін бірге тоқимыз. 1 воздушный петля, накид алдық. Одан кейінгі тұрған петлямыздан менімен қайталап тоқып отырсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Келесі аралыққа.
Бізде қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-ші. Тағы бір рет оқимыз осылайынан убавка жасап. Бір воздушный петля, одан кейін келесіге 3 столбик с накидом тоқимыз. Болды, ары қарай 2 столбик, 2 воздушный петля тоқып, 3 столбик с накидом тоқып, 5-ші қатарда аяқтаймыз. 6-ші қатарда попорный узормен тоқымаймыз, тек столбик без накида тоқып шығамыз. Айналдырып. Осылай 5-ші қатарды өз бетімізше енді ары қарай өзіміз тоқимыз. 5 қатар тоқып болдық, енді 6-ші қатарымызды тоқимыз. 6-ші қатарда бізде енді попкорн узормен тек қана мына алдындағы убавка ғана тоқылатын болады. Оған дейінгі аралықтың барлығы бізде столбик жай, столбик без накидамен тоқылады. Былай біріктіргеннен 6-ші қатарға көтерілгенде мынандай әр бос аралыққа 2 столбик без накида тоқимыз. Осылай әр бос аралыққа 2-2-ден столбик без накида тоқып шығамыз. Бізде 5-ші қатарда убавка жасаған кезде алдында мынандай міне 8 болды, 8 попкорн деп айтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы аралыққа дейін, мына 8 ең бірінші убавка жасалған жерге дейін біз полный осылай столбик без накидамен тоқып келеміз. Енді қазір сол 8-ді алдында тұрған 4-еуге қысқартатын боламыз. Әр 2-ні біріктіріп 4-еуге қысқартамыз. Екі. Егер де қыздар өкшесі кем болып тұрған сияқты кішкене тарылтам десеңіздер, онда 2 емес, мына жерге мысалға 1 ғана тоқсаңыздар болады. 1 столбик без накида тоқимыз тура өкшесіне. Өкшесі кішкене тарлау болып тұрсын десеңіздер. 1 тоқимыз да, ары қарай қайтадан 2 тоқып кетеміз. Мен 1 тоқыдық, енді дальше. Сол кезде бізде кішкене өкшеміз қысқарады. Тура ортасына 2 емес, 1 столбик без накида ғана тоқыдық. Өкшенің арт жағына. Осылай, яғни тоқып жатқан аяқ киімдеріңізге қарайсыздар. Әркім әр түрлі тығыздықта тоқиды. Кейбір қыздар болады, қатты тығыз тоқиды, бос тоқитындар болады. Соған қарай балеткаларыңыз қалай шығып жатыр? Бос тоқылып тұрма, или тығыз тоқылып тұрма? Например, бос тоқылған болса, онда сіздерге міндетті түрде жан жақтарынан да кішкене убавка жасау керек болады. Енді бұл бізде балетка, аяққа киетін балетка болғандықтан кішкене тығыз тоқыған дұрыс. Себебі кию мысалға 1-2 кигеннен кейін аяқ киімі, аяғындағы балетка дәу болып кетпеу керек. Сол үшін де балетканы тығыз тоқимыз. Крючок номерында жіптеріңізге сәйкес таңдап алыңыздар. Балетканы мен көрсеткендей, менде 2,5 деген номерлі крючок, 2,5. Одан үлкенмен уже тоқымаңыздар, болмайды. Балеткаларыңыз бос болып қалады. 2,5. Осы 2 номермен тоқсаңыздар болады. Так, біз міне келіп қалдық. Мына жерде бізде 1 ғана тоқылады. Енді қазір убавка жасап бастаймыз. Мына екеуін бізде былай біріктіру керек. Накид алдым. И бесеуін бірге тоқыдым. Қайтадан так. Бір воздушный петля тоқыдық. И ары қарай кеттік. И келесі петлядан тағы да 2.
Крючогымызда 5 жіп. Бесеуін бірге тоқимыз. Бір. Екі. Үш. И 4. Біріктіреміз. Енді келесі екеуін біріктіреміз. 1. 2. 3, 4 біріктірдік. Ары қарай бір столбик без накида, одан кейін 2 столбик без накида. Тоқып. Түсінікті болған шығар, иә? Біз алдындағы 8-ді убавка жасап 4-еу қылдық. Бізде 1, 2, 3, 4-еу қалды. Оның алдыңғы қатарда 8 болған. Жүпім бітті қалды. Қазір келесі жүптің ішінен қойсам. Енді 6-шы қатарды осылай тоқыдық. 7-ші қатарда біз тек қана айналдырып, осылай столбик без накида тоқимыз. Алдына бұндай узор жасамаймыз, тек қана столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу. Ары қарай 7-ші қатарға айналып кете береміз. Үстіңгі петлялардан алып, осылай әр петляға бір столбик без накида тоқимыз. Мен мына жіпті бірге арасына бірден жасырып жатырмын. Жаңа біріктірген жерімдегі. Осылай толық айналдырып, столбик без накида тоқимыз. Толық айналдырып, тоқып шығамыз. Убавка-прибавка жасамаңыздар. Егер енді кең болып тұр, тағы да қысқартқым керек десеңіздер, онда өкше жағында немесе жандарында убавка жасасаңыз болады. 2 петляны біреуге біріктіруге негізінен мынау размерде осы тоқығандарыңызбен аяққа тура дәл тұратын болады. Айналдырып, столбик без накида тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып шықтық. Әр петляға бір столбик без накида. Енді ең соңына келген кезде жүпімізді қиып аламыз. Жоғарғы тұрған петлядан крючогымызды шығарамыз. Осы жерге былай жүпімізді алып шығамыз. Осы жерден. Сосын обратно қайтадан осы петлямызға кіргіземіз, арт жағында тұрған. Сонда бізде мына жерде қарап тұрсаңыздар, міне жаңа петляның былай имитациясы пайда болды. Жаңа өрім сияқты болып тұр. Мына жібін ішіне жасырамыз. Сонымен біздің балеткамыз дайын болды. Алдына бантик тоқып қойсаңыздар болады, немесе менде брошкалар, помпондар. Мен помпон қоямын. Аз көрсетемін сіздерге. Мынандай, бұл өзі липучкамен болады. Липучкасын алып мына жаққа тігеміз. Сосын оның үстінен былай мынаны бүйтіп қойып жабыстыра саламыз. Сол кезде осындай әдемі балетка болады. Келесі видеода бұндай қоймайтын, яғни помпоны жоқ қыздарға қалай бантик тоқу керек, соны көрсететін боламын. Келесі видеода өз қолдарыңызбен әдемі бантик тоқуды үйренетін боласыздар балеткаларға. Назарларыңызға көп рахмет.
Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар қыздар.